Мұнайлы ауданының 22-ші кварталы нөмірі 35-ші үйдің тұрғындары арнамызға жылу мен суға жармай отырғандарын айтып шағымданды. Тұрғындар қақаған қыста үйлерінде бүрсең қағып, ішерге су таппай отыр. Әкімдікке қанша жерден арыздансақ та нәтиже жоқ дейді. Бұқараның базынасын тыңдап келген әріптесім Сағира Өтепқызының бейнематериалында. Былтыр ғана пайдалануға берілген жаңа үй кешені тұрғындарының қуанышы ұзаққа созылмады. Жаз бойы тіршілік нәріне жарымағандар енді қытымыр қыста жылуға да жармай отыр. Су жоқ, осылай толтырып аламыз судың бәрін. Мынау неше күн жатқан кір, неше бір аптада жатқан кір. Сарая сақылдаған кезде баспанасы пана болмайтын айтады. Енді тұрғындар үкіметтің көп балалы санаты бойынша берген жаңа баспанасына көшіп келгеніне өкініп отыр. Көшіп келгенімізге уже бір жылдан кетті. Бір жылдан кеткелі бері осы біздер отоплениемен сумен жағаласып жатырмыз. Келгелі сумен жағаласып жатырмыз. Қазіргі таңда бөлшім судың бәрін тоқтатып тастаған. Жақсы біз түсінеміз, маектер жұмыс жасамай қалды, аппарат сынып қалды, оны ремонттады. Оған дейін де маектер аппарат сынып қалғанның өзінде де бізге водовой жіберіп, хотя бы халықты қамтамасыз еткен жоқ мына жақта. Каждый үйде 6 баладан 7 баладан өмір сүріп жатыр. Олардың үлкен дәреті бар, тамағы бар, кірі бар, және отоплениеде жылу жоқ. Бәрінің жан айқайы осындай су мен отопление мәселесі. Біз басқа дымында ештеңе сұрамаймыз, бізге тек су мен отопление жылуды берсе болды. Басқа біздер ештеңе талап етпейміз. Өзімізді үйді өзі үйдегідей қарап отыра береміз. Ол подъезде келгелі мына үйдің ремонттары ол дұрыс ремонтталмаған. Оны былай қойғанда су мен отопление главный бізге тема болып тұр қазір. Су мүлдем ақпайды. 3-ші, 4-ші, 5-ші этажда вообще жоқ. Напор жай болған кезде де түнгі сағат 2-де береді, таңғы 8-де жауып тастайды. Қиналып жатыр шыны, мына кірімізді жуа алмаймыз, ыдыс аяғымыз қалып жатыр, тамағымызды пісіріп жей алмай жатыр, шыны керек бар ғой. Вот әкімшілікке бардық, айтты, болады, бұйырса жасалады деді, но ешқандай іс істеліп жатқан жоқ, шара қолданып жатқан жоқ. Балдан өзім де міне ауырып отыр мырқырап. Тұрғындардың айтуынша былтыр берілген жаңа пәтерлер сараязда сыр бере бастаған. Қабырғаларына сыза түсіп, жарылған. Бөлмеде ұйықтау тұрмақ, отыру мүмкін емес дейді жиналғандар. Бастапқыда жаңа баспанаға қоныстандық деп алып ұшқан көп балалардың қуанышы көпке созылмады, себебі сырты келісті көрінген үйдің іші сұрықсыз көрінеді. Ол аздай үйдің кәріз құбыры жарылып, одан аққан дәрет, мұз балалардың сырғанақ тебу орнына айналған. Біз аталған мәселе бойынша Мұнайлы ауданындағы Маңғыстау жылу мекемесіне хабарластық. Ол үйдің инженерлік желісінде, подвалында және үйлердің ішінде үлкен кемшіліктер бар. Оның қалай қабылданғанын, оған біз беріп отырмыз жылуды, бірақ жылу көтерілмейді. Ішіндегі системасын өзгерту керек. Ол системаны өзгерту мен қолымнан келмейді. Жылу, үй ішілік жылу жүйелерін ретке келтіру үшін мердігер мекеменің өзінің берген гарантиясы болады. 3 жылғадан 5 жылға дейін. Сол гарантияға сәйкес, кепілдемеге сәйкес олар міндеттемені орындау керек тұрғындардың алдында. Су бойынша да солай. Біз әдейі резюмировать етіп, хат жазып береміз. Дей тұрғанменен халықтың өтінішіне байланысты өздеріміздің қаражатымызға жаңағы ұясына қосымша насос орнатуға міндеттеме алдық. Әзірше сол осындай орын алған келеңсіз жағдайдан шығып кету үшін насос қондырғысын қоямыз. Насосты бүгін қосамыз. Жалпы Мұнайлы ауданына жаз мезгілінде тәулігіне 17 000 текше метр су қажет болса, ал қыста 12 000 текше метр су керек. Бірақ Каспий су тұщыту зауыты Мұнайлыға қазір тек 6 000 текше метр ғана су беріп отырған көрінеді. Өйткені зауыт Маек энергокомбинатының сұранысы бойынша қала тұрғындарын тіршілік нәрімен қамтып отыр екен. Сондықтан аудандағы су тапшылығының басты себебі осы дейді жауаптылар. Сағира Өтепқызы, Каримбаев, Амангелді Тұрахмет, Дидар.